Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. 34-ші сабақ. Оқулығымыздың 78-ші бетін ашамыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу, немесе оқылғаны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Бас әріппен жазылатын сөздерді, кісі аттары, жер, су атаулары, үй жануарларының берілген атауларды анықтау. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу болып табылады. Балалар, ендеше оқулығымыздың 78-ші бетіндегі бірінші жаттығуға назарымызды аударайық. Мәтінді оқы. Атам құсбегі, оның аң аулайтын бүркіті мен тазысы бар. Бүркітті қолға үйретіп, оған Ақсұңқар деп ат қойды. Мен тазыны Ақтөс деп атадым. Ақсұңқар мен Ақтөс маған ұнайды. Балалар, біз есімізге түсіріп өтейік. Хайуанаттар мен үй жануарларының аттарын бас әріппен басталып жазылады. Мәселен, тарлан, құтжол, тағы басқа көптеген хайуанаттар мен үй жануарларының аттары бас әріппен жазылады екен. Балалар, біз осыны үнемі есімізде сақтауымыз қажет. Ал енді назарымызды бізге берілген сұрақтарға аударайық. Құсбегілік спорт түріне жата ма? Құсбегі сөзінің мағынасын сөздіктен қарап біліп ал. Қарамен берілген сөздер неліктен бас әріптен басталып тұр деп ойлайсың? Балалар, қанекей сендер ойланып көріңдерші, мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Жақсы, ойланып болған болса, тексеріп көрейік. Бірінші бізде сұрағымыз құсбегілік спорт түріне жата ма? Құсбегілік спорт түріне жатады. Басқа спорт түрлерінен басты артықшылығы табиғатқа етене жақын болғандығында. Құсбегі сөзінің мағынасын сөздіктен қарап біліп ал. Әрине сендер оны бірден ғаламтордан қарап біліп алды деп ойлаймын. Қане тексеріп көрейікші. Құсбегі бүркіт, ителгі, қаршыға, қырғи, сұңқар, лашын сияқты жыртқыш құстарды қолға үйретіп, аңға, құсқа салатын саятшылық өнер. Қарамен берілген сөздер неліктен бас әріптен басталып тұр деп ойлайсың? Әрине, қарамен берілген сөздерді бас әріппен жазылған себебі хайуанаттар мен үй жануарларының аттары бас әріппен жазылады. Балалар, сендерді дәл осылай тапты деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Келесі, жұмыс дәптеріміздің 27-ші бетін ашамыз. Екінші жаттығуды, яғни жұмбақ өлеңді көшіріп жазамыз. Және де балалар, бас әріппен жазылатын сөздерді табамыз және неліктен солай жазылатынын түсіндіреміз. Қанекей, мен сендерге тағы да уақыт берейін. Ойланып көрейік. Жақсы балалар, қане, тексеріп көрейік. Іледе бар, жайықта жоқ, түйеде бар, балықта жоқ. Яғни бұл деген әріп екен, балалар. Және бас әріппен жазылған сөздер іле, жайық, солай ма балалар? Жарайсыңдар, өте тамаша. Келесі тапсырмаға назарымызды аударайық. Үшінші жаттығу. Балалар, берілген әріптерден басталатын жер, су аттарын атаймыз. Яғни Қ деген
дыбыспен әріптен және т дыбысымен әріпінен басталатын жер, су аттарын табайық. Ал қанекей, ойланып көрейік, уақыт кетті. Жақсы балалар, қанекей, тексеріп көрейік. Қ әріптерінен басталатын жер, су аттарын атау қажет. Демек, Қарағанды, Қаратау, Қарасу, Тарбағатай, Тобылғы, Талдықорған. Балалар, сендер де дәл осылай таптыңдар ма? Әрине, мен сенімдімін, сендер тап осылай тапқандарыңа. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, Жеңіс Қашқыновтың өлеңін жаттаймыз. Жаттап болғаннан кейін оны жатқа жазамыз. Яғни, біз кітапқа қарамай, жаттаған бойынша жазуымыз қажет. Сәттілік, балалар, сендерге. Өзенге кеп жағаға, шешіне сап бәрі де, болат сағаттан ада, жүзіп барды әреге, деп сендер тез жаттап алып, оны жатқа жаздыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар, бәрекелді балалар. Ендеше біз өзімізді бағалау бағдаршамы арқылы бағалап көрейік. Егер балалар, сендер түсінген болсаңдар, жасыл түспен түсінген сияқтымын десеңдер, сары түспен мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, қызыл түспен дәптеріміздің шетін бояймыз. Балалар, егер сендер түсінген сияқтымын, мүлдем түсінбедім деп отырған болсаңдар, сабақты қайтадан басынан бастап көрулеріңе болады. Ал мен әрине сендерді түсінді деп ойлаймын. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.